Қайырлы күн достар, сіздермен Мерей. Бүгін біз красный бархат тортын жасайтын боламыз. Бұл торттың әртүрлі рецепті бар. Маған осы рецепт қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Және де бұл торт өте нәзік, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Алдымен бізге керек ингредиенттер: ұн, айран, шекер, сұйық май, жұмыртқа, қопсытқыш, бояуыш қажет болады. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, үстіне шекерді салып, миксерлейтін боламыз. Қантымыз ерігенше, яғни ағарғанша осылай миксерлейміз. Айранға бояуышты салып дайындайтын боламыз. Бояуышмен ұнтақ түрін қолдандым. Сіздер қалаларыңызша гелевый түрін қолдансаңыздар болады. Бұл ұнтақпен де жақсы болып шығады. Бұл ұнтақты мен кондитерский магазиннен алдым. Бұл бояуыш дүкендерде сатылатын бояуыштардан басқа. Дүкендердегі сатылатын бояуыштарды қосатын болсаңыздар, онымен осындай қызыл түс шықпай қалуы мүмкін. Жаңағы жұмыртқалы массамызға құйып миксерлейтін боламыз. Сіздер бояудың гелевый түрін немесе мен айтқан кондитерский магазиннен ұнтақты алып қолданыңыздар. Ары қарай құрғақ ингредиенттерімізді араластырып аламыз. Ұн мен қопсытқышты араластырып, елекке салатын боламыз. Ұнды бірден салып жіберуге болмайды, бөлек салатын боламыз. Өйткені біздің тортымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Осылай елекпен бөліп салып, миксерлейтін боламыз. Мен 3 бөлікке бөліп салдым. Ұнымыз шашырап кетпес үшін алдымен осылай араластырып аламыз, ары қарай миксерлейтін боламыз. Бұл торт өте керемет, дәмді болып шығады, және де өзінің өзгешелігімен сіздерді баурап алатын болады. Міндетті түрде менің рецептіме жасап көріңіздер, бір жасағаннан керемет болып шығады. Міне ұнымыздың барлығын салып алдық, барлығын миксерлеп, қамырымызды дайындап қоямыз. Жан жағындағы қамырды силиконды қасықтың көмегімен жинап алып, миксерлеп, қамырымызды біріктіріп қоямыз. Қамырымыз дайын болған қамырды пергамент қағазына салатын боламыз. Пергамент қағазына 4-5 қасық салып, жан жағын тегістеп жағып шығамыз. Мен пергамент қағазға 24 диаметр етіп дөңгелек жасап алдым. Бұл дөңгелектің жасалу жолын мен каналымдағы молочный девочка тортында көрсеткен болатынмын. Қарап көріңіздер. Бір тегіс етіп, дөңгелетіп, жайып шығамыз. Егер сіздерде менің қолымдағыдай болмаса, қасықпен жайып шықсаңыздар болады. Екінші бөлігін мен формада салып жасадым. Формаға да дәл жаңағыдай етіп, 4-5 қасық салып, қамырымызды тегістеп жайып аламыз. Мен сіздерге 2 жолын көрсеттім. Бұл қалауларыңызша міндетті емес. Сіздер қалауларыңыз бойынша пергамент қағазына ғана жасасаңыздар да болады. Және осы жерде бір айта кететін жайт, менің пешім тез пісіріп жіберетін болғандықтан 180 градуста 15 минуттай пісіріп алдым. Сіздер пештеріңізге байланысты пісіресіздер. 180 градус қызып тұрған пеште мүмкін 30 минуттай пісіресіздер. Менде дайындап алған массадан 4 корж шықты. Корждарымыз пісіп шыққаннан кейін осылай решеткада жарты сағат немесе 1 сағаттай суытып аламыз. Басқан кезде жұп-жұмсақ болып шығады. Крем дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысқа суық холодильниктен алынған сливкиді құйып, үстіне сахарный пудраны, яғни қант ұнтағын салып, сәл қоюланғанша миксерлейтін боламыз. Ары қарай үстіне творожный сырды бөлек ыдыста миксерлеп алып қосамыз, яғни сүзбелі ірімшігімізді бөлек ыдыстан миксерлеп қосатын боламыз. Сливкиіміздің үстіне қосып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Біздің креміміз дайын, осылай формасын ұстап тұруы қажет. Ары қарай тортымызды жинайтын боламыз. Ол үшін кондитерский мешокқа кремімізді салып дайындап аламыз. Тортымыздың корждарын кальцоға салып жинайтын боламыз. Егер сіздерде кальцо болмаса, кальцосыз да жасауға болады. Мен мешоктың басына насатканы қолдандым. Насатканы қолданбасаңыздар да болады.
кремімізді осылай барлық шетіне жеткізіп жағып шығамыз. Барлық корждарымызды осылай крем жағып, үстісіне қойып жинап шығамыз. Соңғы коржын қойып, кремімізді жағып, холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. Өйткені біздің креміміз корждарымызға сіңіп, әдемі болып шығады. Тортты холодильниктен алып, кольцодан босататын боламыз. Алдымен пышақтың көмегімен жан-жағын босатып алып, ары қарай кольцоны алатын боламыз. Торттың жан-жағына крем жағып шығамыз. Кремді осындай мешокпен жақсаңыздар болады, немесе крем жағатын арнайы затпен жағып, тегістеп шықсаңыздар болады. Мен тортты әсемдеу үшін крошканы қолдандым. Яғни жаңағы біздің пісіп шыққан корждарымыздан қалған крошканы торттың жан-жағына жағып, әсемдеп шықтым. Сіздер торттың барлық шетін крошкамен әсемдесеңіздер болады. Мен осылай жасадым және үстіне гүл шығаратын насаткамен, креммен гүл шығарып, әсемдеп шықтым. Сіздер қалауларыңызша аттарыңызды жазып қойсаңыздар болады, немесе жемшидекпен, шоколадтармен әсемдесеңіздер болады. Осылай гүл шығарып алып, үстіне шиені қойдым және кондитерский магазиннен алынған астармен әсемдеп шықтым. Міне, тортымыз дайын болды, өте керемет болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Алда түрлі рецепттер болады. Менің каналыма жазылып, лайк, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, қош сау болыңыздар.